қарасам дұрыс аяқ киім қалмапты ғой. Күнкөріс үшін, бала шаға семьяны асырау үшін дорба арқалауға тура келді. Енді біліп тұрасың, нән үйлері бар, балдары бар. Енді арыз жазып тұр ғой, үйім жоқ. Дәрігерлер айтқан, 3 күн өмірі қалды, жинала беріңдер деп. Ол қамшының сабында емес, құстың тұмсығында екен адамның өмірі. Армысыздар, Шолпан Абат YouTube каналындағы бәр мүмкін подкастының кезекті шығарылымы сіздермен бірге Шолпан Абат қызы. Бүгінгі біздің қонағымыз сондай ерекше тұлға, өйткені алдына армандап, жоспар жазып және мақсатына қадам басқан кезде бірде-бір тапжылмай, кері шегінбей, қанша қиындықтар болса да, бір сәтке болса да дамылдамай еңбек еткен, мемлекеттік қызметте және де кәсіп саласында ойып тұрып орын алар бүгінгі кейіпкеріміз Жұмағалиев Жанболат Құбашұлы. Жанболат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Осындай кешке шақырғандарыңызға көп рахмет. Шақырғасын келіп қалып жатыр. Шегініп едік, балдар бару керек, папа. Ұзақ жыл еңбек еттіңіз, зейнеткерлікке келіп қалдыңыз. Барыңыз бізге ұрпаққа. Бұл бүгінгі күн ертең тарих болып қалады дейді ғой. Сол жайымыздан келіп жатыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Енді биыл пайғамбар жасқа жетіп жатсыз, зейнетке келіп жатырсыз. Бұның артында енді осы әңгімеге ойыспастан бұрын ата-анаңызбен жалпы өскен орта, көрген тәрбие, сол бағытта айтып кетсеңіз. Сіз Атырау облысының Атырау қаласының тумасысыз. Біз Атырау облысының Атырау қаласында тұрамыз. Әкем күліп айтып қоятын еді, осы Атырауға біз келгенімізге 150 жыл болды деп. Біздің ата-бабамыздың жүрген жері Маңғыстау. Маңғыстауданбыз. Бірақ 150 жыл болды осы Атырауға келгенімізге. Менің әкемнің әкелері келген. Менің ұруым Адай, Адайдан Қосаймын, Қосайдан Шалбар Адаймын. Әкем сол тәрбиеледі, осы қарапайым жай шаруа жанұяда дүниеге келдік біздер. Біздер 4 бала, 2 қыз, апам бар, қарындасым бар, 4 азамат жігіт. Осы дүниеге келдік. Сол мен өзім 62 жылы келдім дүниеге. Апам бар, ағам бар, Құдайға шүкірміз. Үлкен кісілеріміз енді өмірден өтті. Сол ата-анамыздың кішкентайымыздан құлағымызға қойып, алажып аттама, адал жұмыс жасаңдар деген сол мойымызға сіңіп өстік біздер. Қарапайым жар шаруа, әкем жүргізуші болды. Шешем асханада жұмыс жасады, әртүрлі салаларда жұмыс жасап, зейнеткерлікке шығып, Аллаға шүкір сол зейнеттерін жеп, немерелерін, шөбелерін көріп, өтіп кетті. Бұл өмірдің заңы. Біз оған енді адамның қолынан ештеме келмейді, ешкім оны тоқтата алмайды. Енді сол зейнеткерлікке жетіп жатырмыз. Ата-анам болып оны көргенде, шешеме барып айтсам, мен пенсияға шығамын деп шошып кететін бар. Қой, қайдағыны айтасың деп. Оның бір қызық жайы бар екен. Әркімде өзінің пенсияға қашан шығатынын біліп отырады ғой. Биыл қалам, ноябрьде қалам, октябрьде қалам, я июльде қалам деп. Ол бөлек екен. Мына телефонға қаттама келгенде тық етіп, сізді Жанболат Құбашев туған күніңізбен құттықтай отырып, зейнет жасына келуге байланысты сізді халыққа қызмет көрсететін орталыққа келіп, құжаттарыңызды өткізуге сұраймыз дегенде, адам төбесінен су құйғандай болып кетеді екен. Шошып кетесің де, мәз саған уже болып қалды ма деп. Хотя туған күніңді бәрін біледі ғой, адам сонда да біртүрлі болады екен, мә болды ма деп. Сол қарттар айтатын еді, осы қамшының сабындай өмірде ағайын тума айналаңмен тәтті бол деп. Ол қамшының сабында емес, құстың тұмсығында екен адамның өмірі. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, құстың тұмсығындай қысқа деп, міне зейнет жасқа келіп, жаңағы сізге сезім болды ғой өзіңізге, қандай сезім болды? Не істедім, не қалдырдым, не істеймін деген ба? Қандай өз-өзіңізге есеп беріп болды ма? Қандай бір сезім болды? Есеп болады. 50 жаста тойымды жасап, ресторанға, сонда отчетный той сияқты болды да, есеп бердім. Жалпы адам өзі есеп беру керек. Есеп бергенде қазіргі заманда әртүрлі жағдай адамның есеп беруге, ойлануға тек қана түнде жалғыз қалғанда уақыты қалады. Мен көбінесе саяхатқа шығамын. Саяхатқа шыққан уақытта өзіміздің мына киелі ақжайығымыз бар, қарт жайығымыз. Соның жағасына таңда ерте барып, жүрем, отырам. Ана жерден өзім сияқты кісілер келеді. Әңгіме дүкен құрамыз, соны жалғыз өзің отырғанда, не істедім, не бітірдім деп. Жалпы өміріме ризамын. Өміріме ризамын. Бала шағам бар, мен бақытты адам жоқ. Енді 3 қызым бар дүниеге әкелген, ұлым бар, қоныс деген. Менде бәрі жақсы. Құдайға шүкір, денсаулықта жаман емес.
жүріп жатырмыз. Бір адамдай қызмет еттік осы күнге дейін. Кеше жаңағы айтқан мекемеге барып документімді өткіздім, құжаттарымды. Сіз 48 жыл жұмыс жасапсыз. Иә, мен соны сұрайын деп жатыр едім, сіздің еңбек өтіліңіз 50 жылға жуық деп. Қалай, қандай неден бастадыңыз? Сіз 14 жастан бастап жұмысыңызды бастап кеттіңіз. Еңбек жолыңыз 14 жастан басталды. Ол ертерек бастап кеттім. Жаңа қарапайым жанұядан болғасын бекен, әрқашанда да адам мұқтаж болып тұрады, ақша жетпей жатады, жетіп жатады. Ол кезде бір өзі бір қызық уақыт болды. Қай үйдің баласы не киім кисе, аяқ киім бәрінде сондай, бірдей болады. СССР-дің кезі, Союздың кезі. Кім нан жеп отырса, нан болады. Қазіргідей 90 түрлі тағам жоқ, 90 түрлі киім жоқ, қайдан киінсең де. Бірдей киім ғой. Дегенмен өзім 8 бітіргеннен кейін жұмысқа шықтым. Ата-анама көмектесейін деп жұмысқа шығып кеттім. Құжатымды мектептен алып кетіп, кәсіптік техникалық училищеге тапсырып қойдым. Ағаш шебер мамандығына, бірақ сразу жұмысқа кірдім. Противоучебный деген станцияға біреулер жалынып жүріп, бір өзімнің марқұм кластас, құрдас досым болды, Рахымжан Бауыржан деген, соның әкесі кішігірім бастығы, сол жұмыс қылып, далаға экспедиция кеттім. Енді 8 жасар бала құттақандай, 8 класс бітірген. 8 бойымда кішкентай болды. Сонда ана жігіттер жұмыс жасайды, бірдеме қазып келеді, андамда барып келеді, мен палатканың айналасын сыпырамын, умывальникке су құямын, артынан тышқан аулауға ертіп кетеді, қақпан құрамыз. Сөйтіп жұмыс жасап, ол ең бірінші ақшамды қолыма алғанды сіз білсеңіз, біз сол ана Советскийдің шетінде тұрдық, Пролетар көшесінде. Шөміне станциясынан, осы үй жақтың балдар құрдастар біледі, үйге келгенше тоқтамай жүріп келдім. Ақшаны қолыма қысып, жеттім деп анама бердім. Не сум екенін білмеймін, шынымды айтсам, ұмытып қалдым. Бір сол кездегі ақша, бір азғантай ақша шығар, жүгіріп келіп қолына бердім. Сондағы менің қуанғаным, ақша таптым деп. Сол есімнен кетпейді. Қазір енді балдар бірінші ақшасын тапса, мен киім алдым, бір нәрсе сіздің есіңізде қалған бар ма? Сол міне ең бірінші табысыңызды әкелді. Жоқ. Мен ештемеде киім алған жоқ. Мен өзім үйленгеннен кейін де 6 жыл әке шешем қолында тұрды. Мен ақша ұстаған адам емеспін. Менің келіншегім де ақша ұстамайды. Анамызға береміз. Анамыз жояды, анамыз өзі үйлестіретін болды. Біз ақша ештеме ұстап көрген жоқпыз. Мен айлап, жылдап далада жұмыс жасадым. Бірақ айлығымды анам әкеліп беріп тұрдым. Себебі бір қарыздан қарыз, ол кезде айтыр білмеймін неге ауыспайтын. Көршіден 10 мың, біреуден 10 мың сұрап атады, 10 сом. 10 сом зарплата алғасын бір-біріне беріп атады барлығы үй. Ол кезде сол кездегі өскен адамдар біледі, кәсемен көрші келіп тұрады секер сұрап. Біз барып тұрамыз секер сұрап, нан сұрап, жарты көсек деп. Қазір ондай сұрамайды ғой. Қазір Аллаға шүкір бәрі бар. Сол кезде бір-бірінен сондай татулық болды көршілер. Ана әкемнің құрдастары, сол көшенің бәрі. Енді қазір солардан тараған балдар біздер құрдастарымыз. Енді сол жаңағы училищені бітіріп ойдағыдай сол училищеде оқып, кешкі оқудан бірінші мамандық деп айтса да шөпірлік мамандық алдық. Ол кезде ер баланың есілдерді шөпір болам. Әкем шөпір еді. Сварщик болам. 2 мамандық. Жоғары білім, оқу керек, білім жеткізу керек екен, адам ойлана бермейді. Сол жағаласып жүріп, 6 ай, қазір 1 ай оқитын болар, шөпірлік мамандығы жүргізушіні. Біздер Дасаптан 6 ай біз дайындап, сосын әскерге кетіп қалдым. Ол маған пайдағасты, армияға барғанда, жаңағы сол мамандығым бойынша служит еттім. Көлік жүргіздім. Нан таситын, су таситын көліктер айдап, жақсы болды, сол пайдасы болды. Енді кейіннен сосын мұны Астраханда оқыдым, протезно-ортопедический бітірдім. Сосын осы Атыраудан Астраханның филиалын аштық. Облыс әбезі мені шақырып алып, осындай маман керек, бізде орталық ашу керек, облыс әбезі сіз қалай қарайсыз деп, соған келісім беріп. Ол кезде облыс әбезінің бастығы Халилов, Бари Халилович деген кісі болды. Марқұм түйе берсін, жатқан жер жарық болсын. Сол кісі маған көп көмектесті. Өзі жүрді, көмектесті, помещение алдық. Біздер құрдық, протезно-ортопедический центр құрдық. Соның меңгерушісі болып жұмыс жасадым. Ол кезде аяғы, қолы жоқ адамдар өте көп болды. Кейіннен ауған соғысының ардагерлері келді. Енді протез деп айтады орысша, протез верхний, нижний конечностей. Голем болады, бедро болады, қолдар болады, сол протездерді бізде Астраханда протезно-ортопедический завод бар. Мен сонан тағы да 6 ай барып
білімді жетіктіріп, мында филиал аштым. Бұл филиалдың жұмысы первичный адамды, вторичный болсын келгенде протездің размерін снимать етіп, қолайлы қылып, қандай протез керек, жеңілдігін, ауырлығын, деревянный бола ма, кожаный бола ма, титановый бола ма, соны подбирать етіп жасап, барлығын құжатты толтырып, Астраханьға жіберу. Астраханда тапсырыс дайын болғанда бізге жібереді. Мен Астраханның жұмысшысы болдым жалпы. Облыс әбезге мен счет берем, осы айда мынандай протез шықты деп. Кейбір мүгедектерге мекемесі төлейді, сосын облыс әбез төлейді. Солардың мелкий ремонт дейді, күрделі ремонт дейді, соны өткіземіз. Жаңағы протездерді енді осы Атырау облысында мен артық айтсам кешірерсіздер, мен жалғыз мен боларым протезист ортопед. Нені стопа дейді, тағы бір шарнир, подшипник бірдемелер шашылады. Енді ол басына түскен, я үйінде аталары болған адамдар біледі. Протез қажайды, адамның аяғы қашып кетеді, соны регулировать ету керек. Сондай жұмыстарды жасап отырдық. Себебі алғашқылардың бірі болып сіз жасаған болып тұрсыз. Ең бірінші осы мен осы батыста ашқан. Сосын көмектестім мына неден Ақтаудан ашуға. Ақтөбеден ашуға бір орыс жігітке көмектестім. Бұл жерде мақсат, жаңа Бари Халиловичтің мақсаты жол ақысын төлеу керек мүгедекке. Жол ақысын Алматинский өзіміздің неге баратын болса, я Астраханьға барса, жол ақысынан бөлек сопровождающий кісі керек ол мүгедекке. Бір аяғы төмене жоқ адамға. Ол сопровождающий не оплачивается. Соған байланысты осы Атыраудан алдық. Біз тапсырыс беріп, келіп, сосын первичный бірінші адам болса, оны жүргізіп үйрету, жүргізу, қалыптастырып кетуге, сол менің жұмысым. Ол үшін обязательно институт бітірмейді. Біздікі техникум болды. Мен бірінші жолымды Ленинградский протезно-ортопедский техникум бар. Ордені Красной Звезды. Сонда документ тапсырып, бір 6 айдан кейін үйге жақын деп мынаған ауысып алдым. Көптеген ардагерлермен қоян қолтық жұмыс істедік. Ол кезде біздің облысымызды... Ол кезде Ұлы Отан соғысының жеңіске неше жыл болып жатты? 45 жылдығын өткіздік, 50 жылдықты өткіздік, соған біз ат салыстық. Ол кезде облысымыз Иманғали Тасмағамбетов болып бастық. Сол кісінің жұмысымен, жоспарымен біздер керемет қылып парадты мына Парк Победаны жөндетіп, ветерандарды шалғай жерден іздеп, шақырып. Мен есімде күлкім келеді, әлгі походный кухня ашуымыз керек болды. Палатка таптық, письмомен шықтық, мына военный частьтер андай палатка беретін болды. Как бы натуральный істегіміз келді, сосын 2 термос қазан керек болды, оны таптық. Темір күрішкі табылмады, алюминий. Мен әдейі Астраханьға барып темір күрішкі алып келдім, алюминовый. Фронтовой 100 грамм деген бар. Сол фронтовойға Астраханьнан барып темір алюмин күрішкілер алып келгенім бар. Күлкім келеді. Өте жақсы өтті, сол парадтарды өткіздік. Россия мен Қазақстан бөлініп кетті 93-те. Мен ни туда, ни сюда далада қалдым. Жаңағында протездік не жұмыс жасап жатқан. Астрахань филиал жабылды. Әрбір өз алдына мемлекет болып кетті. Қазан ошағын ұстап, маған сосын енді облыс әбез шақырып алды да, жасағыңыз келсе Алматинский протезно-ортопедиялық заводқа ауысасыз деді. Ауыстым, сосын біртіндеп келе-келе кісілер де азайды ғой. Сосын Алматинский протезно-ортопедиялық завод, оған тағы да барып 6 ай оқуға тура келді. Сосын олар келген тәуір көрді. Сөйтіп атқанда дағдарыс 93 басталып кетті. Әртүрлі замандар болып кетті. Айлықтар тоқтады көп мекемеде. Мен жұмыссыз қалдым 2 ортада, сөйтіп жүрдім. Енді сонда күнкөріс үшін, бала-шаға семьяны асырау үшін дорба арқалауға тура келді. Жер-жерге дорба арқаладық. Артынан сиыр әкеліп, мал саттым. Сөйтіп күнімізді көріп жүрдік. Дорба келдім дегенде неден бастадыңыз сонда кәсіпті? Кәсіп әртүрлі, купи продай орысша. Астраханьнан аяқ киім әкелеміз, Волгоградтан сатамыз. Кейіннен обуш картоп сатып, әйтеуір малға шықтым, бір жаман үлкен темір машинаны қолдан жинап алып, достарым бәрін бірігіп, Оралдан мал әкеліп, біздер алғашқылардың бірі боламыз, ет сатуды бастадық. Оның бәрі байып, ақша тапқан жоқпыз. Күнделікті немізге, тұрмысымызға жетіп тұрды, бала-шағамызға. Сосын сөйтіп жүргенде, сол жаңа Имақаңның командасынан ұсыныс ішкі саясатқа мені маман болып жұмыс қалатын болды, келіңіз деп. Соны ойланып, қой барайын деп, сіз керексіз деп, именно соғыс ардагерлерінің саласында жұмыс жасауға. Сонда бар ішкі саясатқа, сол маман болып бардым. Сол жай маман болып барып, сол бас маманға дейін главный специалистке. Сонда мен ветерандардың, мұқтаж адамдардың арызы түседі ғой, аппарат әкімге. Сол вопроспен біздер заниматься етеміз.
пісіп тігіп жаңағы жұмыстарын бітіреміз. Сонда жүргенде айтырмын, мен 1 жылдай жүріп, ол кезде қалалық әкім Тасыбаев болды. Сол бітірген үлкен жұмыс 2 көпірдің ортасына, ана Азия бетте, қазір мынау Европа бет болса, ол арғы бет Азия саяжайға жер алып бердім мен ветерандарға. Сол бірнеше рет әкімге барып, азар кіріп, ол енді қосымша бірге жұмыс жасаймыз ғой, соғыс ардагерлер кеңесі бар, облыстық, қалалық кеңесі бар. Қарттардың бәрі мені сыйлайды, күнде барам. Бір күн олар айтты, шырағым, мынау үйлеспейтін зат болса бізді алып бар деді. Олар кезінде көбі мекеме басқарған, небір соғыс ардагерлер. Біздің бір үшеумізді апаш, көстей ол әкімге деп. Үйлесіп кетті, қол қойып шешім шығарып, 38 адамға сол жерден саяжайға, қазір ол қаладағы ең қымбат жердің біреуі сол. Ардагер деген бар ғой, арғы бетте көпірден түсе берісінде. Микрорайон Ардагер деген бар. Ол жерде деген мен айтуы даже боюсь сказать, неше сом тұрады жер қазір. Сол соғыс ардагерлер кеңесі бар. Солар мені шақырып, бірден шақырып, келіп кетіңіз деп. Шешім шықты, қолымызға алдық, міне 38 адам, сізді бір емес, екі емес, 4-ші қылып, сізде де тіркек еңбегіңіз бар ғой, қанша рет әкімге шықтыңыз письмамен деп. Жоқ болмайды дедім, ұят болады, мен соғысқа қатысқан жоқпын. Маған болмайды, оны алмай-ақ қояйын дедім. Ертең біреулерге жетпей қалса, әңгіме көбейіп кетеді. Айтқандай солай болды. 38 адам жерді алды. Бір-бірінен естейді. Әй, жер беріп жатыр ғой, алмайсың ба деп. Ойбай, балдары мәшінемен зуылдатып алып келеді. Оған жоқ. Қалай жоқ, мен соғыс ардагерімін, мен жерім қайда дейді. Ол бар 38 адам, сендер өздерің бөліп алдың дейді. Скандал болды арты. Сол алмағаным араласпағаным жақсы болды. Ол кезде мен уже сол жерде ұйымдастырып әкімге хатпен шықтым, поясни запискамен, арнайы қор ашайық деп. Меценаттар, кәсіпкерлер көмектессе, қор ашайықта посильный помощь беріп тұрайық. Өмір бар жерде, өлім бар, жаңа көмектесіп тұрайық. Согласно письмо областного совет ветеранов деп, или городского. Хаттама түссе, не көмегің бар десе, бір қор, арнайы қор болсын деп. Соның әкімнің заместителі Мұрсалиева болды ол кезде, Рашила Хабиевна болды, соны түсініспен қарап, сол қор аштық. Қордың соны зейнетке қалған Бари Халилович соның қордың бастығы болып отырды. Төрағасы болып отырды сол кісі. Көптеген жұмыстар бітірді қалада. Көптеген ветерандарға жаңағы пәтер берді, пәтер жоқтарға. Бізге келген хат түседі, біз сол құжаттарын бәрін дайындап, әкімден сұраймыз, осындай кісіден хат түсіп көмектесіңіз. Областной әкім сосын городқа береді. Город сосын мүмкіндігі болса беріп тұрды. Сол кездегі үй көмектескенім бар, күндіз түні барып, енді жилищный условия дейді, соның тұрмысын қарау керек. Енді біліп тұрасың, нән үйлері бар, балдары бар. Енді арыз жазып тұр, үйім жоқ. Еще оның көбі ардагердің өзі айтады, балам, маған 2 комнат беріңдер дейді. Неге десең, қарындасым бар, сол мені бағады дейді, кемпір жоқ болса. Енді қарындасыма 1 комнат, ол да кемпір дейді, маған 1 комнат дейді. Сол 2 комнатқа жұмыстанасың, алып бердік. Алып бердіңіз. Сол бағытта сіз шынайы адалдықты алға қойғансыз. Жаңағы маған осы жер десеңіз алып қалуыңызға да болатын еді ғой, негізінде мүмкіндік болып тұрған кезде. Бірақ сіз адалдықты ту еттіңіз, және осы мемлекеттік қызметтен белгілі бір деңгейде жұмыстан шығып, шешім қабылдап кәсіпке кеттіңіз. Дәл осы жерде шешім қабылдауыңызға мемлекеттік қызмет негізі жақсы ғой, орта, танымалдылық, сөзің өтеді. Бірақ сіз соның барлығын тастап, ыңғайлы жерден ыңғайсыз ортаға өз шешіміңізбен шықтыңыз ғой. Не себеп болды? Тағы да дағдарыс. Жаңа 4 балам бар ғой. 3 қызым, балам бар. Бәрі өсіп жатыр, оқу керек. Мемлекеттік ақша барлығы біреу өлсе біреу өлмейді, өте азғантай. Қанша болды сіздің сол кездегі еңбек ақыңыз? 6 мың 8 мың теңге болды. Бір айлық табысыңыз 6 мың теңге? 6 мың 8 мың теңге болды. Енді ол өте аздау, балдар өсіп жатқасын бірдеме істеу керек, кәсіпке шығуға тура келді. 2 жерде бірге жүре алмаймын, өтірік жұмыс тағы да болмайды. Я жұмыс істеу керек, я қою керек. Енді пояснительный записка в любом случае әкімге жазу керек. Сосын жаңағы бөлімді, отделді, қорды ликвидировать ету керек. Айтпақшы жаңағы Қалел ағамыз зейнеткерлікке кетті ғой, окончательно кетті, ауырып қалды ол кісі қатты. Содан кейін ветерандар бір ауыздан қолдап, мен соның төрағасы болдым. Жаңа өзіңіздің құрған қорыңыз ғой. Сол жаңа пәтерлерді сонда алдық, көп пәтерлерді. Жүгіріп жүріп, әр жерге біреулерді түнде бағып, күндіз бағып, ақындарды сонда пәтерлер алдық. Сол қордың жетекшісі мен болдым. Имақаңның еңбегі көп. Имақаңа үлкен праздникке атқанда письмомен шықсақ, сол кісінің визасын
қойғызып алсақ, мекемелерден ақша сұраймыз ғой, протягиваем рукой ветерандарға. Теңге Шевройл бар үлкен мекемеден, сол Имақаңның қолы болса ақша аударады. Ал сол ақшаны мен төрағасы деген атағым болмаса, мен оны өздігіммен жоя алмаймын. Бізде правление бар. Правление айына бір рет жиналады да 6-7 мекемеден бір адам қатысады. Бұл мына сіздердің телевидениеден қатысады, облыс әбезден қатысады, здравоохранение қатысады, ішкі саясаттан тағы да заведующий қатысады. Сосын, в общем, көп жерден қатысады да, бір ауыздан 10 ветеранға үкім шығарамыз ғой, шешім шығарып қоямыз ғой, мысалы, постановление, правление деген бар. Соған барлығы бір ауыздан, мынау действительно соғыс ардагер екен, мынау куәлігі, мынау тұрған жері, мынау қолы. Дәлелденеді, яғни. Дәлелденеді, берілген ақша 3000 теңгеден берілсін, 5000 теңгеден разовый көмек. Қарттар күні болады, жаңағы 9 май болады. Для 6 ветеранов войны подаркілер дайындаймыз. Жаңағы соған правлениенің бәрінің қолы болса, ең соңынан мен қол қоямын да, правлениемен бекітіп қоямыз. Себебі өткенде мен соңынан жұмыс жасамайым кетем дегенде прокуратура тексеріспен келді. Прокуратура келіп тексерді, Рашида Кабиевна ренжіп қалды, қайда қашпасыңдар. 50 жылдықты өткізуге қатысамын дедім мен. Қатысамын, жақсы етіп өткіземіз, переживай етпеңіз. Сонда Имақаң бір рет айтты бәріміз айтқанда, сендер одно и то же фамилияны беретін сияқтысыңдар ғой деді. Ана шалғай жерге шықпайсыңдар, осы кабинетте жүресіңдер ме? Давай іздеңіздер, даладан ветерандар табыңыздар деді. Мен сондайларды таптым. Енді ондай адамдарды облыстық ардагерлер кеңесіне я қалалыққа апарсаң шошып кетеді андар қарап. Одно и то же адамдар ғой, анда ай мұны кім өзі? Ай мынау ұят болмасын, мынау соғысқа қатысқан адам ба өзі деп. Себебі олар ешқашан көмек алмағандар. Құмда тағы да бірдемеде тұратындар. Таптыңыз, ол сіздің еңбегіңіз. Іздеп тауып, аяқтай барып, жүріп, іздеп тауып, шақыртып, балдарына өтініш сұрап, сол сөйтіп жұмыстар жасап жүрдік. Өзі қызықты. Сол рахмет айтқаны, бата бергендері, солардың арқасында әлі аман есен жүрген болармыз. Сосын уже поясница записканы жазып сықайтып әкімге, мына функцияны біздің облыс әбез атқарып отыр деп. Халыққа көмектесетін. Соларға берсек қалай болады? Қордың мойнындағы техника бар. Сосын жаңағы шөтімізде, азудымызда ақша бар, соның бәрін передавать етіп, жапқым келеді деп. Мен жабам дегенде, Мұрсалиева қарсы болды. Ол сенің қорың ба, жекеменшік, қалай сен оны жабасың деп. Мен айтам, ол керек емес дедім. Ол жұмысты атқарып отқан мекеме бар, облыс әбез. Сол сіздің қызметіңізді алдыңызда облыстық әлеуметтік бағдарламалар басқармасы ғой, қазір соған тапсырдыңыз. Бұл әлеуметтік көмек беретін мекеме өз алдына береді ғой. Сосын мына үлкен крупный мекемелер көбі қаңырап қалды ғой. Сонда істеген соғыс ардагерлеріне жақсы. Каждый праздникта ұмытпайды бірден берді. А мына құттай жабылып қалған мекемедегі ардагерлер бос қалады, обидно. Біз сондайларды іздеп тауып, соларға жаңағыдай материальный көмек бергенді қалаймыз да. Менің жұмысым ыңғайлы, ақ үйдің ішінде кондиционер, кремлевский дорожкам бар, хатшы қызым да бар, шоферім да, бәрі де бар, бірақ мен хат жаздым, кетем деп. Тезірек кетейін, өзім кәсібімді бастайын деп. Сол Нартәуекел деп тапсырып, Имақаң кеткеннен кейін мен де істегім келмей қалды. Протез ба, гипноз ба дегендер болды, атын атамай қояйын. Непәлекет, қор, мор, мынау бітпейтін зат болды ғой деп, мен сол кеткім келді де, кәсібімді бастайын деп. Мен бірақ ол жерден пайда таптым, не деп айтпаймын, көп адамдармен дос болдым. Көп адамдармен араластым. Мына Абай Мұхтар бастаған топқа мен де ердім деген бар ғой, өлең. Сол топтардың ішінде жүрдім мен. Ішінде көп азаматтарды көрдім, үлкен ағаларды, үлкен ардагерлердің үйінде оттым мен. Қайта-қайта барып, жаңағыдай кеңес сұрап, көмек апарып, мейрамдарда отырып, көп кішілерін. Мен бір ардагер Ингелдиев деген шал, марқұм атамыз кемпір екеуі тұрады. Барғанда оның Белоруссияны азат еткен шал екен, қарт екен. Көрсеткен открыткісі Белоруссияға барып берді. Лукашенко күтіп алды, столовойдан тамақ берді. Бізді нәнап көзбен тасып деп мәз болып отыр. Қолына алғаны мынандай открытка. С ним победы. Соны маған көрсетіп, Жамболат, смотри, вот какой нам он открытку подарил. Ол шынайы. Шынайы да. Сондай адамдар болды. Қазір соғыс ардагерлері бар. Жаңағы кеңесі бар. Ол, по-моему, қазір мен араласпаймын, саясатта жоқпын мен. Ризуанов деген кісі соның қоғам бастығы сияқты. Қазір таңда әлі де сол бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қымбатты көрермен, подкастымыз алғашқы бөлігі деп алайық. Енді кәсіпкер Жанболат мырза қалай дамыды? Барлық және жоқтық екі жақты да көріп келе жатқан кәсіпкердің
қандай ақпараттарды айтады, қандай кеңестермен бөліседі, кәсіптегі қиындығы, қызығы туралы алдағы подкастта айтамыз. Дәл қазір біздің түсірілім жасауға мүмкіндік беріп отқан Studio City ұжымына алғыс айтамыз. Қымбатты көрермен, YouTube арнасына подписацияны басып тіркелуді, лайк басуды және комментарий жазуды ұмытпаңыз. Жанболат мырза, біз подкастымызды кәсіпкерлікке қалай қойсақ? Сіз енді жаңа айтып отырсыз ғой, нар тәуекел, алдым да шықтым да кеттім, өйткені мына табысым жетпеді. Және сіздің кәсіп бастаған кезіңіз бұл сондай бір қиын, тоқырау кезеңі, енді 4.000-6.000 теңге дейтін ол өте аз ақша ғой. Қалай бастадыңыз? Мен кеше сізбен бір сұхбатта естідім. Сіз жаңағы жұмысқа кірейін деп жатқан кезде аяқ киімім болмады, жоқшылық көрдім деген. Сол жоқшылықтан, жоқ кездегі Жанболатпен, сол жоқтан бар жасаған Жанболат қалай өзгерді? Енді көп уақыт өтіп кетті одан бері. Акиматқа жұмысқа шақырғанда, сол ішкі отделға аяққа киетін аяқ киім жоқ еді, жыртылып жатыр екен. Соны анам марқұм жаңағы кемпірім екеуі базардан барып Динадан аяқ киім бармайым, мен ол үкіметтің жұмысына енді бармайым, еркін жүріп қалдым ғой. Там что-то купил, там что-то продал деген сияқты барғым келмейді деп. Үйімде қарасам дұрыс аяқ киім қалмапты ғой. Соны шешем бір аяқ киімді әкеліп сүртіп замогы бар етік, жаңағы асты сөгіліп кеткенге басқа аяқ киім алып, сөйтіп жұмысқа бардым. Енді кәсіпкерлікке тоқталсақ, мен кәсіпкерлікке 2000-да кеттім ғой. Ол кезде қиын болды. Қазір жағдайдың барлығы бар ғой. Қандай қиындық болды? Бюрократия всегда было. Вот то, что маған жеңілдеу болғаны, мен әкімшілікте істеп, көп жігіттер танитын болдым. Қиындау болғанда менің жерім бар алған өзім. Жаңағы қазір Тайманов Үша деген қоныс сервис деген мекемені аштым. Себебі ол кезде көлік көп болды, бір ол маған түрткі болғаны бір, мен техникаға әкемнің қасында құттайынан еріп жүрдім. Әкем жүргізуші болып, мені ертіп жүріп, Құлсары, Ганшкен жақта көп жүрдік біздер. Екеуміз 2 машинамен командировкада көп жүрдік. Жаңағы көшеде қыста әр жерде оңдай береміз. Сосын техникаға жақындық біздер ер балада 4-5 класстан бастала береді, бетсебе тоңдау, құрастыру. Енді кәсіпкерлікке баруға тура келді, мен өзіме бірден ұсты салғым келді. Бір орыс балаға Ол сізде арманыңыз болды ма сонда? Арым деген базарда артында бір 2 гараж бар, орыстар машина оңдайды. Сол мен машинамды оңдауға барғанда, Жанболат, коробка надо менять деді. В общем, коробканы түсіріп алды да, мына машина алып кетті. Қайда алып кетті? Енді мен кішкене қалай қоясың, мен басқа жұмыс істеймін. Сен коробкаң 2-3 күннен кейін дайын болады деді. Ана жақта бір стоянка бар, соған апар деді. Оны ақша жалдап стоянкаға апардым. Одан 3 күннен кейін стоянкадан әкелдім коробканы. Айттым: Андрей, бұл не қылғандарың? Я пойду себе 100 построю. Ага, иди, построишь деді ғой. А я построил. Действительно бардым да Андрейге айттыңыз ба сосын? Жоқ, ол бір жыл, 2 жылдан кейін маған келді. Менің шарбағымда біреудің Мерседес тұрды, сатам деп. Жүрмейтін машина, жүрмейді, сатам деп. Сол объявлениемен келді. Мені көріп қалса шошып кетті. Неғып деп, мынау менікі шошып кетті. Сен ұсты ашып алдың ба? Айттым ғой саған ашам деп. Аштым, мен саған бармайын десем күледі. Молодец деп. Жаздың кезі, шілдедің. Сонда сіз өзіңіз көлікті жөндеп бастадыңыз ба жұмысты бастаған кезде? Қасыма кісі алдым ғой бірден. Оның қиқиясы көп болды, ақша жоқ қой енді. Үйді де салу керек, жаңағы нені де салу керек, стон да салу керек. Ең бірінші салған стом 16-да 12 болды, соны салдық. Атырау халқы білет, саман таспасы мода болды. Мен сол жерде 20 000 тас бастым. Өзім бастым үйім салуға, содан кісі алдым жұмысқа. 10-12 теңгеге шығыны болатын болды, мен 15 теңгеден саман тас саттым. Атыраудың адамдары білет, ол аэропортский деген тас болды. 3000-нан КамАЗын жаңағы топырақ аламыз, жаңағы 1000 теңге ме 2000 теңгеден рулон шөп аламыз. Сол жерде мен 20 000 тас басып, 12-де 14 үй салдым. Саман тастан қазақ үй салдым, фундаментін биік етіп. Соны салып, өте жақсы шықты, ұнады. Сол жерде айтпай кетіп болмайды. 2 жер алдық. Мейрам Төлешев деген досым бар, қазір бар, дәрігер, көп жылдан бері. Апайда дәрігер, Мейрам Төлешев екеуміз қатар салдық. Екеуміз 2 бригадын жалдап алып, бірге таңнан тұрамыз, түннен жатамыз, үй салдық. Енді жаңа кәсіпкерді бастауға первоначальный капитал дейме орысша? Первоначальный капитал, сол үйім саттым. Үй жалдап шықтым. Сол үйді сатып 20 000 тас бастым. 20 000-ға қандай үй шығады деген сұрақ туып қалар. 5 000-нан үй салып 15 000 саттым. 100 000 теңгеге үй салдым.
Сонда сіздің мына қазіргі көлік жөндеу орталығыңызды бастағанға дейінгі бірінші бизнесіңіз кәдімгі... Жоқ, үй салдым, Иә, жұмыссыз үй қалғанда. салдыңыз, Иә, содан Үй бастап. салып, сол ақшаны бірінші тек айналдырып, соны сразу ана екінші жерді алып, Таймандтағы жерді, сразу фундамент қойып, үйді де, гаражда бастап кеттім. Енді ақшам таусылып қалды. Ақша деген өзі қалай ақша? Деньги кончается или начинается кончаться. Төбесіне материалға жоқ болды, мен 2 ай солай стода жұмыс істедік. Гараж жабылады, ашылады, бәрі іші кіріп кетті, шошып кетеді, төбесі жоқ қой деп. Біз айтамыз, жап-жарық қой зато деп. Машинамда маса шыққанда, жаңбыр жауғанда, ана оңдауға келген көліктің ішіне тығыламыз. 1-2 маман болды істейтін. Мен соларға жағдай туғызып тұрамын, обед алып келемін, тағы да бірдеме келемін, керек сынып қалған затты келемін, бір ескілеу көлігім болды. Сол төбесіз жұмыс жасадық, күледі келген кісілер. Мақсат болды. Иә, мен қалай да бітіруім керек болды. Бітірдім, жаңағы қиын болғаны құжатты өзгерту қиын болды. Мына үй салатын жердің мемлекеттік акты, жердің төлемі. Тұрғын үй салуға деген болады. Ана жерді енді өзгерту керек. Сонда маған көп шылаңмай жатыр. Енді бизнеске аудару керек, оны выкуп жасау керек. Сонда көптеген кедергі болады, оны соны айналысатын адамдар біледі. Ертең кел, бір сүгін кел деді, айтып, бір жерде айқайлайын, бір жерде бірге ұрсам, ешкімге бір тиын да берген жоқпын. Соның мақсатын өзгерттім. Енді мақсатым бұл өзгерткенде архитектура қарсы болды. Нұрлы Қожиев деген кісі бар әлі, акиматта зам аким болды, қол қоймайды. Сіз кәсіпкер ретінде ақшаны үнемдеу, ақшаны басқару бойынша қандай кеңес айтар едіңіз? Жанболат мырзадан 3 кеңес. Ол отдельный тема. Жаңағы шеберхана деп өзгерткесі маған рұқсат берді. Сто дегенде аты звучит. Кәсіп ашатындар, естеріңізде болсын. Көлік жөндеу шеберхана деген не істейін деп жатсың деді, ішіне мая ауыстырам деді. Болды. Көлік жөндеу шеберхана болғасын, олар терең ойланбай тұрып, ол көлікке барлық қызмет істеуге болады. Сөйтіп мақсатын өзгертіп алдым. Сосын кеңес айтатыным, кәсіпкерлер әрқашанда жоспар болу керек. Например, мен оны бюджетте жұмыс істегеннен білемін, смета жасаймын мен. Жылдың басында биыл 25 пе, мен сметам үйде дайын тұр уже осында. Низатқа жойылатыны, низат келетіні. Бірінші Алла ғой енді бірінші. Мен 26 жылға қыста смета жасаймын. Қоз расходқа мынандай ақша бөлінеді, жаңағы прочий расход деген бар. Сосын лич фонды жазып қоямын ішіне. Лич фонды ауырып қаласын, дәрі-дәрмек деген мақсат емес, курорт. Жылына 1 рет, 2 рет курортқа біз бара аламыз. Сондай расходтарды жазып қоямын. Сосын инвестиция СТО-ға. Ананың төбесін ауыстыру керек, ана жерге стяжка қою керек, ананың қақпасын ауыстыру керек, отопление или котел. 4 котел менде, 4-ші котел ауысу керек. Соның бәрін есептеймін де, сметада тұрады, мен басқа ақшаны жоя алмаймын, уж қақым жоқ. Ананы по статье жоямын мен. Қозарасходтың қозарасходқа жоямын. Жаңа лечь фонд деген, лечебный фонд, ол санаторияға жоямын. Ол ақша менде уже заложенный болады. Себебі мен биыл табам ғой, мен айлықпен санамаймын, 200-300 мың табады деп. Кейде кәсіпкер 300 мың табады, кей айда 0 табуы мүмкін. Бізде комуслуга дегендер қымбат болып қалады. Мен жылдық санаймын. 15-20 миллионов годовых болса, столько-то процентов хозрасходы жаңағы статьяларға бөліп қоямын. Мынандай прибыльмен шықсам, например, енді айтпай қойын, соны прибыльмен шықсам, ол маған плюс. Егер ол кіріс пен шығыс өзін жаппаса келесі жылда, онда мен жұмыс жасамағанмын. Уже минусын, саланы өзгертуге тура келеді, кәсіпкерлер есінде болсын. Кәсіпкерлер әртүрлі ғой, енді әркім оңды соңды шашып, оңды шаңды нетіп, біздің қазағымыздың тойы бар. Сосын непривидный расходқа салып қоямын. Допустим, 1 миллион ақша салып қоямын. Соның ішіне аламын да, біреуге 100 мың тойына беретін болсам. Тағы да бірдеме аламын. Себебі басқа ақшаға тие алмаймын мен. Ол менің келесі жылға сметаға керек ақшам. Понимаете? Сонда жылдықпен санаған маған удобно. Например, батыста американецтер болсын, годовыхпен санайды, аймен санамайды. Ну что такое 400-600? Бір айда 0 болып кетуі мүмкін. Қазір мен кеше зейнеткерлікке құжат өткізгенде, соңғы қай жерде істедіңіз, соңғы қай айларыңызда ақша көп болды, соны көрсете аласыз ба? Мен кәсіпкермін дедім. Менде бізді кәдімгі міндет деген минимальный бар, пенсионныйға аударатын зейнетақы қорына. Соны 2,5 теңгеден аударып тұрдым, накопление мұндай көп емес. Зарплата көрсете алмаймыз ғой деймін. Осы айда мен 3 миллион табуым мүмкін. Келесі айда 3 тиын табуым мүмкін. Мало что непредвиденный расход деген аппарат сынуы мүмкін, тағы бірден болуы мүмкін. Мало что деймін де, соған адам физически, моральный, духовный дайын болу керек. Мә деп таңертең атып тұрып, ақша іздеп, ақша сұрамайды. Ақша деген ол табу қиын зат емес.
Ақша табу оп-оңай кез келген адамға. Ақшаны ұстау қиын. Ұстау қиын, білесіз бе? Мен сол өзім тәжірибемде көріп жүргем, ақша деген ұстатпайды. Су сияқты қолынан ағып кете береді. Ана статьясы заложенный ақшаға тие алмайсың, оны тисең, ол бір как будто, ана как святой, оны тиюге болмайды. Ол потому что қозы расходтікі. Сен ол ақшаны шетінен алдың ба, ертең таңертең ана қақпай котелді ала алмайсың. Потому что сен оның ақшасын жеп қойдың. Ол үкіметтің кезінде ОБХС бірдеме тексерсе, ол нарушение болды, страшное нарушение. Если по статье ақша жолымен жұмсалмаса, ол уже болмайды. Сол менікі құттақандай мекеме болса да, кішкентай ипі болса да, мен соны балама тапсырып кетем. Бірнеше ежедневникте күнделігім бар, әрбір жылдыкі, соның ішінде шығыста, кірісте бар. Соның ауысқаннан артық ақшамыз қалып жатса, мы себе что-то позволяем. Балдардың көлігін жаңартамыз. Я тағы да пәтер аламыз, ауысып жатса, ауыспаса жоқ, все. Өте құнды ақпарат деп ойлаймын. Өткен осы мына ковидтің кезінде сіз өте қатты денсаулықпен сыналдыңыз. Да. Өлім мен өмір аузында жаттыңыз. Бірнеше айлап, 90 күндеп аппаратпен жаттыңыз, е? Сол кезде сіздің көз алдыңызда өмірмен қоштасып жатқандар болды ғой? Болды. Сол сәтке бір түссек, сіз қандай сезім болды сол кезде? Міне, өмір, негізі ойлап қарасаң, өмір мен өлім міне ғой? Бір сәттік. Солай. Қандай сезім болды? Енді бұл өте қиын жағдай. Қатты сынады мені. 19 жылы мен қатты ауырып құладым. Енді ковидпен екінің бірі болды десе де болады. Менікі бір күрделі болды. Мен ондай көп емес еді процентім. Келіншегімді алып кетті скорый. Температурым түспейді. Кет балаға жұққызасын деп скорыйға тиеп жібердім, инфекционныйға барып түсті. 3 күннен кейін менікі басталды. Жиендерім, немерелер үйге келсе, жиендер жұқтырам дедім де пәлекет кетейін. Алдың күні Цой деген министріміз, денсаулық министрі сөйлеп өтті. Жағдай күршігіп баратса да 60% кровайттарымыз бос тұр деді. Больницаға мен скорый апарса алмайды. Қалай сендер алмайсыңдар? Мен үйге бармаймын, мен жұқтырам деп, солармен 15-20% барып кіріп түстім. 3 ай жаттым мен табандаған. 3 ай жатып, өте қиналдым. 28 күн реанимация жаттым оның. Барып келіп, ана өмірден 2 рет комға кетіп, қайтадан тұрғызып алды. Бұл жерде арнайы айтып кететін, сол кезде достардың қандай екенін білдім. Бауырларым, ағайындарым, достарым сыртта больницаға кіре алмай, бір бәңкі шұбат, бір бәңкі лапша сорпаларымен сыртта жүрді ғой, очередь. Қаншама адам менің келіншегіме телефон соққан. Жәкең ауырып қалды, қандай көмек бере аламыз деп. Өзімнің құрдастарым, кластастарым, ризамын. Қаншама адам үйге телефон соғып, не істей аламыз деп көп. Сонда өмірге риза болдым да, өмірге келдім. Сонда мен қиналып жаттым. Ең соңында мен уже шаршап кетіп, аппаратын бәрін жұлдым, үстімді жыртып, бәрі жабылып, сол жерде төбелес басталды. Сосын олар неге қызыма шықты. Телефонға жазып алып, врач тыңдатты. Папа, сіз бізге керексіз, тентек болмаңыз. Тыңдаңыз. Ана қорлықты көргенше өліп кеткім келді. Ана инелерін бәрін жұлып тастап лақтырдым уже. Сол ағайын тума, мына дос, құрдас, кластастардың тілеген дұғаларымен аман қалған шығарым. Бірінші Құдай, екінші осы дәрігер ғой. Өмірге қайтадан келіп, қайтадан өмір сүру ол бір ғажап зат. Себебі мен сол көзім жұмып, өмірден өтіп баратқанда Аллаға риза болдым, бала шағам. Жан жолдасыма риза болдым. Мына 3 қызым, Қоныс деген балам, 4-еуіне риза болдым. Себебі мен спокойно душой кете беремін. Себебі менің қарызым жоқ балдарды батырып жатқан артымда. Менен бір шеге біреуге қарызым жоқ, бір шипір қарызым жоқ. Балама хат жаздым, балам, ешкімге қарызым жоқ, қорықпа деп. Сол мына қыздарыма, балдарыма сондай тәрбие көрген бір адам телефон соққан жоқ бізге. Менен ақша алып еді, я бір мебель алып еді, ақшасын берем деп еді. Сіз папасыз ба деген естірткен жоқ. Естімегеніме армансыз кете бергім келді уже. Кете бергім келді. Одан артық ата-анаға рақат жоқ екен. Бала шағаң әтеңілеттің баласы дегізбеген, ешкім артынан іздеп келмеген, я берзатымды қиратып кетті демеген. Мен сол бала шағаларыма риза болып, дәрігерлер айтқан, 3 күн өмірі қалды, жинала беріңдер деп. Сонда хат жаздым, өзім айттым, не істейтіндерін. Зат қай жерде тұрған, 3 күнге дейін светті сөндірме деп. Сондай жағдайлар болды. Енді одан аман қалып, тірі шыққаннан кейін мен ол кислородпен, маскамен үйге шықтым.
Үйге шығып, үйде бәрін әзірлеп қойды. Бауырым бар, Ерболаттар бәрі. Баллонды, аппарат дайындап қойды. Сол жаңағы Даутовичтің клиникасына частный барып, солар мені көтерді. Сонда бір ай жаттым. Сол адамдар гормон салды. Аллахтың қалауымен сіз бұл өмірге қайта келдіңіз. Қайтадан келдім. Жұмысымды жалғастырып жатырмын, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, сіңізге береке тілеймін. Міне, қазір біздің подкастымызда 10-20 жылдан кейін сіздің немере шөбере шөпшегіңіз осы подкастты көріп отыр деп елестетсек, шөбере шөпшекке қандай тілек айтар едіңіз? Оларға всегда айтатыным, бала шағам, немере менің ұрпағым адал қызмет етсе екен. Адал ішкен ас деген басқа болады. Мен неге осы күнге дейін тендер алмадым, қатыспадым. Ондай өтірік жұмыстарда. Оның бәрі өтірік деп айтпаймын. Үйінен бір шыбық апарып көміп, я бір балта ара апарып қосудың орнына алып кетіп атады, оны ақпараттан естіп атамыз, тендер жеп қойды. Мен оған араласпаған адамда сол, балдарыма адал болса екен, балдарым адал ұрпақ өсіп, адал еңбек етсе, сонда бәрі де бойына сіңеді. Адал емес жасаған зат адам баласына, басқа адамға зиян болып келеді. Мен соны білемін. Ұрпағыңызға сондай кеңес айтасыз? Кеңес айтамын ұрпағыма, адал жүріңдер деп. Все равно сіздерді ұмытпайды адамдар деп. Мені ұмытпай, мен сіздер шақырып жатсыздар, тағы да көп жерлер шақырып жатыр, рахмет айтып жатыр. Көптеген жаңағы өзім оқыған мектебіме көмектесе алып отырмын, оған да қуанамын. Бірнеше алғыс хаттар бар, рахмет хаттары бар. Ана 24-ші мектепке 2-3 рет хатпен шықты. Бір 3-4 баланы киіндіре аласыз ба деп, әкесі жоқ еді деп, қыста. Сосын өзің Гагарин мектеп, өзімнің орта мектебім Гагарин, соған көмектесіп тұрам, бір ата-аналардың атынан шықса. Рахмет, Жанболат мырза, өте құнды, керемет эфир болды. Эфирге келгеніңізге, ойыңызбен бөліскеніңізге алғыс айтамын. Ісіңізге Алла береке берсін, өзіңіздің ісіңізді жалғастырып жатқан балаңыздың ісіне береке берсін. Мынау ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан сондай бір көлік қызмет ету саласы ғой, бұл қызмет ету саласындағы істеріңізге Алла абырой берсін деп тілек айтқым керек. Көп рахмет сізге. Әмин, рахмет. Қазір балам, айтып кетейін, көптен бері менің жұмысыма араласып қарамайтын еді. Шырағым, мен үлкейдім, бір күн ауру, бір күн саумын, қабылдап ал деп едім. Аллаға шүкір, 2 айдан бері балам қабылдап албады. Себебі мен әуелден мақсатым болды. Когда-нибудь бір күні балам өсетте, мен істеймін, алам десе, средний жағдайда алба-жұлмалға тапсырайын деп бүгінге дейін ұстап келдім. Енді заңды ертең книжкамды көрсетем. Міне пенсионный книжкам, балам болды, істесең де істемесең өзің біл. Шырағым, ал мынауыңды деймін, тапсырам балама. Вот соған тілейміз. Оның да алдында қиындықтар тұрған болар, соның бәріне өте берсін, шаршамасын, халық риза болсын. Швейный цехы бар, тағы бірдемелеріміз бар енді. Аллаға шүкір, керемет. Рахмет көп-көп. Қымбатты көрермен, бізге берілген эфир уақыты осымен тәмам. Бәрі мүмкін подкастындағы біздің бүгінгі сұхбатымыздан алған ойларыңыз, түйген идеяларыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіз. Подписаться басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі біздің түсірілімге қолдау көрсетіп отырған студия Сити ұжымына алғыс айтамыз. Эфирде амандықпен жүздесейік.